Бақа мен кірпі ертегісі. Баяғыда көлшік маңында көгалда бір бақа мен кірпі бір-бірінің түрін көріп қайран қалысыпты. Көзі бадырайып, жүрегі лүпілдеген бақа тұлай бойын түгел тікенек. Не деген тұрпайсың? Депті кірпіге бақа. Сол кезде кірпі бақаға қарап тұрып, өзгелердің көзінше тұла бойын тыртиып, сенің де түрің келісіп тұр екен. Түріңді көрсем, денем түршігіп кетеді. Деген кірпі тікенектерін тікірейтіп, тұмсығын тыржырайтып күліп жіберіпті. Екі аяғымен жер тіреп, еңсесін көтеріп, көлбақа іштей сескенсе де, есесін жібергісі келмей, осы көк майсаға бір аунамай, өмір бойы тікенек арқалаған тіршілігін құрысын, депті бақа. Көмей бүлкілдеп, борбайыңды шөпке жырғызып, жалаңаш жүрген сенің тіршілігін құрысын, депті де кірпі тікенек арқасын шегірге үйкеп қойып. Бақа сол тікенек өзіне қадалғандай қаймылып, былай деп бақылдай жөнеліпті. Жан сая деп білгенім, жалғыз ғана көлменім. Жап-жалаңаш жүргенім, жай мәнісі сол менің. Жалынайын мен кімге? Жан қысылса әрдайым, суға дереу сүңгуге, жалаңашпын таптайын. Бақа жайын түсінген кірпі де құртысы жазылып, мерілгенне тіл қатыпты. Бар шыныңды бүкпеген, біреу күлсе бүктелем. Өлі тірім сезілмей, домаланған тікенге. Көзі барлар жолай ма? Көне қоймас екенге. Мен бір жатқан шоңайна, жыланды да жабысып, жылжытпаудың ебісі, қамшыласа алысып, қан болады денесі. Кірпі соны айтып, жылан ұстағандай жиырыла қойыпты. Ал бақа болса, шоп етіп суға сіңгіп кетіпті. Осылайша екеуі кеште болса, бір-бірінің тілін түсініпті. Достар, еш уақытта кемшілікті бетке басуға болмайды. Сау болыңдар.